Сәлем қыздар, таңғы асқа өте дәмді және де оңай жасалынатын панкейктер дайындаймыз. 2 жұмыртқамызға шекер салып, миксердің жай жылдамдығымен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы тұрған сүт, сұйық май және де аз ғана тұз салып, тағы да жақсылап бір араластырып аламыз. Келесі кезекте електен өткізілген ұнымыздың жартысын саламыз. Оның үстіне қамыр қопсытқыш салып, миксермен бір араластырып аламыз және де жаңағы қалған ұнымыздың барлығын салып, тағы да миксердің жай жылдамдығымен жақсылап бір араластырып аламыз. Біздің массамыз осы видеодағыдай қоймалжың масса болуы қажет. Келесі кезекте табамызды жақсылап қыздырып дайындап қоямыз. Орташа отта жаңағы массамыздан біраз қасық салып, панкейктерді пісіріп аламыз. Панкейки өте дәмді және де жұмсақ болып шығады. Дәл осы рецептпен менде 34 штук панкейки шықты. Рецепт ұнаса сақтап алып жасап көріңіздер. Ас болсын.